әлем картасында жоқ, бірақ бір кездері өте мықты әрі қазақтарға қауіп төндірген мемлекет. Олар да қазақтар секілді көшпелі халық болды. Сіздерде бір кездері жоңғарлар қайда деген сұрақ қызықтырған болар. Ендеше бүгін сол сұраққа жауап беремін. Видео басталмай тұрып, қолдап кетейік. Бұл менің сіздерге өтінішім. Жоңғар деген ұғым Шыңғыс хан кезінен бастау алады. Ол үшін өткен шаққа шайқас жасайық. Шыңғыс ханның сол қолын Зюңгөр деп атаған. Соның нәтижесінде Шыңғыс хан мемлекеті ыдырағаннан кейін бөлініп қалған тайпалар бірігіп, 17 ғасырдың 30 жылдары Батыр Хонтайшы солардың көшін бастап, жоңғар мемлекетін құрды. Жоңғар мемлекеті негізінен буддизм дінін ұстанған. Олардың мемлекеттік тілі моңғолша және ойрат қалмақша болды. Олар қазіргі Моңғолияның территориясында мекен етті және жер көлемі 3,5 миллион километр шақырымды құрайды. Халық саны 600 мың. Олардың құрамында ойраттар, ұйғырлар, қырғыздар кірді. Жоңғарларды не қызықтырды? Біріншіден, аса ірі сауда жолдары қазақтармен өтеді. Сондықтан сол сауда жолдарын бақылауда ұстағысы келді. Екіншіден, қазақтың шұрайлы мал жайылымдарын басып алып, территориясын ұлғайту. Үшіншіден, бағынған халықтан алым салық алып тұру. Төртіншіден, жоңғар армиясының күшін қазақтармен толтыру. Енді шапқыншылықтарға тоқталсақ, 16 ғасырдың орта кезі мен оның екінші жартысында қазақ хандары ойрат билеушілеріне қарсы күресте едәуір басым түскен. Өйткені бұл кезде ойраттар Моғолстанға қарсы күрес жүргізіп жатты және ойрат қоғамының өз ішінде алауыздық салдарынан біршама әлсіреген болады. Нағыз соғыс 18 ғасырдың бас кезінде басталды. 1708-10 жылдары жоңғарлар қазақ даласына басып кірді. 1713 жылы Цеван Раптан қазақ әскерін талқандады. 1718 жыл Аягөз бойында ірі шайқас болып өтті. Нәтижесінде қазақтардың 30 мың қолы талқандалып, өз жерінен айырылды және Түркістан жоңғарлардың қолына өтті. 1719 жыл жоңғарлар бар күшін Қытай әскерінен қорғануға жіберді. Осыны пайдаланған қазақ жасақтары жоңғарлардың өз жеріне қуды. 1723 жыл бұл кезде жоңғарлар қазақ жеріне 7 жағынан басып кірді. 70 мың жоңғар әскері қазақ даласын ойрандатты. 1723-27 жыл бұл кезең Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деп атап кеткен. Қазақтардың табаны ағарғанша Алқакөлге дейін тірелген жер болады. Жоңғарлар 1724-25 жылдары қазақ даласының 32 қаласын басып алды. 1728 жылы Бұлант өзені бойында қазақтар жоңғарларға соққы берді. 60 мың қазақ-қырғыз әскері жоңғарларды ойсырата жеңді. Бұл кейіндері Қалмақ қырылған деген атаумен қалды. 1730 жылы Алакөл бойында Әбілқайыр бастаған қазақ әскерлері жоңғарларды талқандады. Балқаш көлі маңында аңырақай шайқасы болып өтті. Бұл соғыс 40 күнге дейін созылып, қазақ жасақтары жеңіске жетті. Осы жорық кезінде бұрын белгісіз жас батыр Әбілмансұр Қалмақтың бас батыры Қалтан Сереннің туысы Шарышты өлтіреді. Ұлы Абылай ханның жолы осылай басталады. 1745 жылы Қалтан Серен қайтыс болады. Осының нәтижесінде жоңғар даласында билікке талас басталады. Осыны пайдаланған қазақтар өз жерлерін қайтарып алды. 1758 жыл Қытайлар Жоңғарияны әлем сахнасынан өшірді. Осылайша жоңғарлар картадан жойылды. Бірақ қазір олардың ұрпақтары қайда? Ол сұраққа қазір жауап беремін. Жоңғарлар көшпелі халық болды. Жоңғарларға Қытай және басқа да моңғол халықтары күн бермеді. Осының нәтижесінде жоңғарлардың бір бөлігі Ресей жеріне қоныс аударады. Олар Қалмақ хандығын құрды. Ал сол жерде қалған халық Батыр Хонтайшының бастауымен жоңғар хандығын құрды. Және олар қазақтарға қауіп төндіріп тұрған. Қазақтармен 100 жылдан астам соғыс нәтижесінде өте әлсірегені соншалық Қытайлар жоңғарларды оп-оңай басып алды. Ал сол жердегі жоңғарлар қазақтармен, қырғыздармен, қытайлармен араласып кетті. Ал қалғандары алыс туыстары қалмақтарға көшіп барды. Айтып өткендей, қалмақтар 17 ғасырда мына жерге көшіп кетті. Олар өздерін ойрат деп, ал түркі тілдес халықтар қалмақ, ал Ресей қалмық деп атады. Қалмақтар басында Ресеймен дос болды. Олар қалмақтарға жер берсе, қалмақтар Ресейдің соғыстарына қатысқан. Бірақ қалмақтар Ресейден қысым көре бастады. Сол үшін қалмақтардың 2-ден 3 бөлігі жоңғарлардың бос жатқан жеріне көшін бастады. Осыны естіген Ресей қазақтарға қалмақтар шабуылмен келе жатыр деген хабар жіберді. Қазақтар бұл хабарға сеніп, тұтқиылдан шабуылдар жасап, жоқ болып кетті.
құдды бір жұман әскер сияқты. Ал қазақ жерінен өткенде қалмақтардың өте аз бөлігі өз отанына оралды. Бұл тарихта шаңды жорық деп есте қалды. Бірақ өз жеріне оралғанымен оларды жайлы қарсы алған жоқ. Сол кезде жоңғарлардың жері Қытайдың қол астында болды. Ал қытайлардан қысым көрген қалмақтар қайта Ресей жеріне оралып келді. Бірақ қазіргі таңда жоңғарлар жоқтың қасы. Айтып өткендей, олар қырғыздармен, қытайлармен, қазақтармен араласып кетті. Ал қалғандары қалмақтарға көшіп барды. Қалмақтар мен жоңғарлардың ата түбі бір. Десе де жоңғарлар секілді қалмақтар қазақтармен 100 жылдан астам соғыс жүргізген жоқ. Осымен бүгінгі шығарылым өз мәресіне жетті. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Ал сіздер үшін бұл тек қана 1 секундтық іс.